Сәлеметсіңдер ме 4-ші сынып оқушылары? Біз сенімді пароль тақырып бойынша бүгін жаңадан парольді өзгертуді және восстановление, яғни жаңалауды үйренетін боламыз. Mail.ru аккаунтының паролін өзгертіп көрейік. Ол үшін браузерге кіріп, Mail.ru сайтына кіреміз. Міне мұнда менің аккаунтым тұр. Аккаунтқа кіріп, настройки бөліміне өтеміз. Мұнда пароль бөлімі бар. Соның ішінен бізге мұны change password, яғни парольді өзгерту батырмасы шығады. Current password деген бұл жерде қазіргі біздің пароліміз. Қазіргі паролімді жазамын. New password деген бұл жаңа пароліміз. Бізде сенімді парольді қою үшін, онда міндетті түрде ағылшын әрпінің үлкен кіші әріптері, сонымен қатар сан болу керек, кейін белгілерден бір символ қосу керек болады. Ал мен былай жасайын паролімді. Білім. Ал үлкен әріптер, міне Б мен А үлкен әріп. Сосын собачка 1. Міне, strong password, яғни бұл деген сенімді пароль деп тұр. Білім, ал, собачка 1. Осылай паролімді екінші рет қайталап жаздым жаңадан. Сосын change password. Міне пароліміз өзгерді. Обновить пароль. Обновить дейміз. Біздің пароліміз аккаунттан өзгеретін болады. Енді бізде паролімізді ұмытып қалатын жағдайлар болады. Бір Instagram сияқты әлеуметтік желілерде өшіріп қайтадан кірсек, пароліміз есімізге түспейді. Сол кезде восстановление жасау керек. Мен қазір Facebook'та жасап көрсетейін. Ол барлық программаларда бірдей орындалады. Міне, мұнда ешқандай аккаунтқа кіріп тұрған жоқ. Мен өзімнің бұрынғы аккаунтыма кіргім келеді, бірақ парольны ұмытып қалғам. Барлық программаларда, приложенияларда забыли пароль батырмасы бар. Сол батырмаға басамыз. Бұл жерде міндетті түрде бізге сол аккаунтымызға жалғанған телефон номеріміз немесе электронды адресімізге қолжетімді болу керек біз. Яғни сол жерге бізге не SMS келеді, восстановление жасауға арналған пароль, немесе сілтеме келеді. Сол сілтеме арқылы кіріп, біз жаңа парольді қоя аламыз. Мен қазір өзімнің пароль аккаунтымды жазайын. Mail.ru аккаунтыма байланыстырып қойғанмын. Мұнда міне телефон номерімде шығып тұр. Осы номерге менде жалғанған және мынау электронды почтама жалғанған. Осы екеуінің біреуін таңдау арқылы маған восстановлениеға хат келеді. Мен телефон номерімді таңдайын. Міне маған SMS келді. Мұнда келген кодты 83-72-10. Мұнда жазамын. Жаңадан пароль қоюға менде жол шығады. Жаңағы паролімді қояйын. Сонда менде аккаунттарында бірдей пароль болады. Міне біздің пароліміз өзгерді. Паролімізді есте сақтап аламыз. Осылайша біз бүгін парольді өзгертуді және восстановление жасауды үйрендік. Егер сендерде сондай бір мәселелер болып жатса, осылай парольдеріңді өзгерте аласыңдар. Сау болыңдар.